Бәріңе сәлем достар. Дәл осы видеода сіздерге балақайдың кереметтей супер қасиетке ие болғаны туралы сериалды қысқаша айтып беретін боламын. Достар, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңізші. Бұл сіз үшін 1 секунд, ал мен үшін 50 000 оқырманға алып баратын жол. Ал ендеше көп созбай видеомызды бастайық. Бұл Атланта қаласы. Жас ана Николь жұмысқа барайын деп жатыр, ал оның баласы Дион жаңа мектепке бару керек. Николь жұмысқа асығып тұр, ал Дион асығар емес. Және өзінше фокус үйреніп жүр. Николь тәрелкеңді жина дейді, сонда Дион шалынып құлайды. Және тәрелке сынып қалады. Бірақ та таңғы асы ауада қалықтап тұр. Ал Николь жақындаған кезде ауада қалықтаған тамақ жерге құлай берді. Дион өзін сиқыршымын деп ойлайды, және сиқыр жасағысы келеді, бірақ ештеңе шығар емес. Дион мектепте жаңа оқушы, сол себепті оның достары жоқ. Тек қана онымен сөйлесетін Эсперанза деген мүгедек қыз бар. Никольді тағы да кешіккен үшін жұмыстан шығарып жіберді. Ал күндіз оларға Дионның өкіл әкесі келді, және ол Никольдің қайтыс болған күйеуінің ең жақын досы еді. Ол Дионды өзімен бірге алып кетеді, уақытты бірге өткізу үшін. Ал Николь өзінің күйеуімен өткізген бақытты күндерін есіне алып отқанда, Дион мен Бет кафеде отырып комикстағы супер батырлар туралы сөйлесіп отырады. Бет болса комикстағылардың барлығын біледі екен, және Дионға анасы тыйым салған тәттілерді жеуге рұқсат береді. Кешкісін Бет баланы үйге алып келеді, ал Николь Бетті үйге кіргізбейді. Әңгімелесіп отырып Дион тағы да ойыншықтарды ұшырады, ал бұны Николь көріп қояды. Бұған қатты таңғалған анасы ұлына бұны тоқтат дейді, бірақ Дионның бұл қолынан келер емес. Заттардың барлығы қатты жылдамдықпен ұшты. Соның кесірінен Николь да жарақаттанып қалды. Сосын Николь Дионды ауруханаға алып барады. Сол жерде әпкесіне барлық мән-жайды айтып береді. Әрине, әпкесі бұл нәрсеге сенбейді, және Никольға жұмыстан шығып қалған үшін психикаң бұзылған дейді. Ал таңертең Николь өзен жағасындағы үйшікке барады, және осы өзенде Дионның әкесі бір әйелді құтқарамын деп суға батып кеткен болатын. Сол жерде кішкене уақыт өткізіп, Дион екеуі балық аулауға шығады. Дион ешқандай балық ұстай алмағанына өкініп, балықтардың барлығын өзінің ойлау қабілетімен сыртқа шығарады. Бірақ та шығарған балықтарды қайтадан орнына қоя алмады. Тіпті талдар қозғалып құлай бастады, және ағаштың бұтағы Дионға тиіп, Дион өзенге құлайды. Ал Николь дереу ұлын құтқарып, оны жағаға шығарды. Ал кешкісін Дионды ұйықтатады, және күйеуінің күртешесін киіп отырып, оның қалтасынан бұрын күйеуі құтқарған әйелдің нөмірін тауып алады. Николь баласының далада екенін көреді, және оған қарай жүгіре бастады. Аспаннан қатты найзағай соғып тұр, ал жағажайдан көптеген адамның елестері пайда болды. Дион жақындай берді, ал Николь өзінің күйеуінің елесін көрді. Сонда күйеуі баланы алда, осы жерден қашып кет дейді. Таңертең шериф келді, және Никольға найзағай болған күні бір қыз жоғалды, оны көрмедің бе дейді. Николь ешқандай қызды байқамағанын айтты. Сосын Бетке хабарласып, Шарлоттаның нөмірін тапқанын айтады. Шарлотта дегеніміз күйеуі құтқарған әйел еді. Енді Николь Шарлоттаға хабарласқысы келеді. Бет әйелдің нөмірін айт дейді. Оны базадан қарап, кім екенін анықтап беремін дейді. Бірақ та Николь Бетке көмегін керек емес дейді. Дион қыдырып жүріп өзінің тағы бір супер қасиетін байқайды. Ол ағаштың үстінде телепорт жасайды, бірақ та кейін қарай түсе алмайды. Сөйтіп Николь өзі баласын түсіріп алады. Бет сонда да өзінің досы құтқарған әйелді тапқысы келді. Ол Биона деген компанияда жұмыс жасайды, және бұл жерде Марк та жұмыс жасаған. Бет бастық әйелмен сөйлескісі келді, және Марк жүргізуші болып жұмыс істеген құпия проектіге орналасқысы келді. Бірақ та белгілі бір себептермен бастық оны бұл жұмысқа алмады. Николь қайтадан қалаға келу керек, себебі ауруханадағы сұхбатқа қатысу керек еді. Және жанармай бекетінде Дион тағы да өзінің қабілеттерін басқара алмады. Ауруханада Николь сұхбаттасуға кетті, ал Дион жалғыз өзі Бетпен онлайн түрде ойын ойнай бастады. Бірақ та Дион тағы да өзінің супер қасиеттерін басқара алмады. Осылайша Никольдің да сұхбаты сәтсіз аяқталды. Үйде Дионға Эсперанза келді, және қызға өзінің бөлмесін көрсетті. Сосын өзін қозғалтқыш мимын деп атайды, себебі заттардың барлығын миының күшімен қозғалта аламын дейді. Бірақ та өзінің шынайы күштерін Эсперанзаға айтпайды. Бет Никольға өзінің көмегін тағы да ұсынады, және болған нәрсені түсін дейді, себебі Бет үшін Дион өте қымбат, және Никольді бұрын соңды сүймеген үшін кешірім сұрайды. Дион терезеден қыздың ойыншығы құлап қалғанын көреді, және оған көмектескісі келді. Сол кезде телепорт жасап, жолдың ортасына тұрып
қалды. Соның кесірінен сәл болмағанда машина басып кете жаздады. Осылайша Пэт те Дионның супер қасиетін байқап қойды. Сосын Пэт Никольді мен Дионның жаттықтырушысы болайын деп көндіреді. Дион Пэтке барлық қабілеттерін көрсете бастады. Осылайша Дионның істеген әрекеттерін ұнататын адам пайда болды. Бэт Дионға қабілеттеріңді басқарып үйренейік дейді. Сосын Николь әкесінің сағатын береді. Осы арқылы Дион өзінің қабілетін басқарса екен деп. Бірақ та Джонатан деген бала мектепте Дионның сағатын тартып алады. Сонда Дион телекинез арқылы баланы соққыға жықты. Бұны көрген ағайы Дионды кінәлай бастады. Себебі ол нәсілшіл екен. Сосын Никольға Шарлотта хабарласты. Шарлотта деген Никольдің күйеуі құтқарған әйелі болатын. Осылайша Дионды Пэтке қалдырып өзі Шарлоттамен кездесуге кетті. Сөйтсе, Шарлоттаның да супер қасиеті бар екен. Пэт Дионды жергілікті жігіттермен баскетбол ойнауға үгіттейді. Дәл осы кезде Шарлотта Никольға Исландияға барғаннан кейін супер қасиетке қалай ие болған туралы айтып береді. Сөйтсе, сол күні сол жерде болған адамдардың барлығы супер қасиетке ие болған екен. Соның ішінде Никольдің күйеуі Марк та бар. Сонда Николь найзағай соққан күні елестерді көрдім дейді. Бұны естіген Шарлотта қатты қорқып жоқ болып кетеді. Ал Бэт пен Дион өздерінің уақытын керемет өткізді. Баскетбол Дион үшін өзінің қабілетін шыңдау үшін жақсы болды. Сосын Николь Бэтке білген нәрсесінің барлығын айтып береді. Сонда Пэттің қатты көңілі түсіп кетті. Себебі ол да Исландияда болған. Бірақ та ол ғимараттың ішінде болған себепті супер қасиетке ие болмаған. Ал Дионды ұйықтатар алдында анасы мұғалім не үшін балаға ашуланғанын айтып береді. Және бұл жерде баланың ешқандай кінәсі жоқ екенін айтты. Осылайша Дион ұйықтап қалды. Ал Николь Шарлоттадан хат алды. Жіберілген видео хатта найзағай ойнап тұр және арасында найзағай адам бар екен. Достар, осылайша видеоның бірінші бөлімі аяқталды. Ал екінші бөлім тезірек шықсын десеңіз, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіз. Және сол видеоны жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңыраушаны басып қой. Әзірге сау болыңдар достар.